Армысыздар, қадірменді достар, экономист достар. Жалпы біз сұраныс икемділігі туралы өткен сабақта айтқан едік. Ал бұл жолы сол тақырыпқа қатты үңілмей, тек қосымша ақпарат бере кетеміз. Егер түсініксіз болып жатса, алдыңғы дәріске көз жүгіртіп, құлағыңызды түрсеңіз, сіздер үшін және біз үшін игі болып табылады. Енді өткен дәрісте айтқан едік, сұраныстың бағалық икемділігі мен сұраныстың табыстық икемділігі екі бөлек нәрселер деп. Ең алдымен біз икемділік дегеніміз не, соны білейік. Бұл белгілі бір фактордың 1% өзгеруіне жауап ретінде сұраныс пен ұсыныстың қанша пайызға өзгеретінін анықтайтын көрсеткіш болып табылады. Бүйтіп қарастырамыз. Сұраныстың бағалық икемділігі болады, сұраныстың табыстық икемділігі болады. Еске салайық енді. Сұраныстың бағалық икемділігі дегеніміз тауар бағасының 1%-ға өзгеруі сол тауарға деген сұраныстың қанша пайызға өзгеретіндігін көрсетеді. Оның формуласы осындай, яғни бағанағы Q дегеніміз ол сұраныстың көлемі. Қарастырып өтейік. Міне, сұраныстың бағалы икемділігінің коэффициенті біздің мынау мырзамыз, ал Q дегеніміз ол quantity, сұраныс көлемінің өзгеруінің пайызы, ал P дегеніміз price, ол баға өзгеруінің пайызы болып табылады. Енді сұраныстың табыстық икемділігіне қарастырып өтейік. Бұл көрсеткіш тұтынушы табысының 1%-ға өзгеруі осы тауарға деген сұраныстың қанша пайызға өзгеретіндігін көрсетеді. Оның формуласы осындай, яғни сұраныстың өзгеруінің пайызын егер табыстың өзгеруінің пайызына бөлетін болсақ, онда сұраныстың табыстық икемділігінің коэффициентін алады екенбіз. Енді сұраныстың табыстық икемділігінің коэффициенті 0-ден үлкен болатын болса, онда тауардың сапасыз екендігін білдіреді. Неге? Себебі тұтынушының табысы өскен сайын қарастырып отырған тауарға сұраныс азаяды. Одан кейін жалпы бұл егер сұраныстың табыстық икемділігінің коэффициенті 0-ден үлкен болатын болса, әдеттегі қолдануға жарамды тауарлар болып есептелінеді. Келесі жағдайлар. Егер сұраныстың табыстық икемділігінің коэффициенті 0 мен 1-дің арасында болатын болса, онда бұл тауарлар бірінші қажеттіліктегі тауарлар болып табылады. Ал егер ол 1-ден үлкен болатын болса, онда қымбат жиһаздар, сән салтанатты тауарлар болып табылады, құрметті достар. Енді графиктерін қарастырып өтейік. Егер сұраныс икемді болатын болса, онда ол 1-ден үлкен болады, және де өздеріңіз көріп тұрғандағыдай тауар баға төмендеген сайын сол тауар көлемі өзгере түседі, және де жалпы түсім өседі. Ал егер икемсіз сұраныс болатын болса, онда бағанағы біздің коэффициентіміз 1-ден кіші болады, және де баға өскен сайын сату көлемі азая түседі, және жалпы түсім де азаяды. Енді бірлік икемділік дегенде бар. Ол бағанағы коэффициентіміз біздің 1-ге тең болған кезде, бағаның әрбір 1%-ға өзгеруіне сұраныс көлемінде 1% өзгереді. Ал жалпы түсім өзгермейді. Ал егер абсолютті икемді сұраныс болатын болса, онда баға көлемі өзгерсе де, сұраныстың көлемі шексіз көп өзгеретін болып табылады. Көрдіңіз бе? Мысалы, баға өте аз көлемде өзгерсе де дегеніміз ғой енді. Қатты емес, жай. Өте аз көлемде өзгерсе, немесе өзгермесе де, сұраныстың көлемі шексіз көп өзгереді. Келесі, абсолютті икемсіз сұраныс. Бұл кезде ол 0-ге тең болады, және де бұл жерде баға көлемі өзгергенімен сұраныстың көлемі өзгермейді.
Жалпы әзірге осы презентация мен осы текстті сіздер көрсетілген сілтемеден таба аласыздар. Сіздерге көп рахмет, сау болыңыздар.